Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatli musulmon baular. Orazаны bilib turib, oraza ekenini de esinde болып ашса, ол кафарат важып болады. Яғни, оразадан кейін 60 күн қатарынан ораза ұстау керек болады. Ол қашан, егер біліп тұрып оразасын ашса. Олардың бірі, егер bir musulmon orazа аузымен ғайбат айтып қойса, ғайбаттан кейін аузым ашылды деп, тағы өздігінден аузын ашатын болса, ол кафарат важып болады. Немесе хижамат жасағандан кейін аузым ашылды деп ойласа, өздігінден тағы қайтып аузын ашса, ол адамға аузын ашып кафарат важып болады. Немесе сол сияқты кімде-кім әйелін сүйіп, немесе құшақтап, аузым ашылды деп аузын ашып жіберсе, немесе әйелімен құшақтасып жатса, аузым ашылды деп өздігінен аузын ашып жіберетін болса, немесе шашына, сақалына май жағып, өз ойымен оразам ашылды деп өздігінен оразасын ашып жіберсе, ол адамға кафарат важып болады. Себебі ол адам оразасын біліп тұрып, өздігінен ашып жіберген болғасын, ол адамға кафарат важып болады. Тек қана бір неше жағдайда ол адамдарға да кафарат важып болмайды. Қашан? Егер олар сол жағдайды илля ида афтаху фақихун, егер бір алим, бір имамдан, бір молдадан сұрап, олар оразаң ғайбаттан кейін ашылды, бұзылды, немесе оразаң сақалыңа май жаққаннан кейін бұзылды деп айтқан болса, содан кейін өзіңнің оразасын ашып жіберетін болса, оған кафарат важып болмайды. Немесе сол ғайбат оразаны бұзады, немесе хижамат оразаны бұзады деген хадисті өзі көріп, дұрыс шархын, тәуилін түсінбей, соған қара оразасын ашып жіберсе, оған кафарат важып болмайды. Не себептен? Себебі ол жақта вал хадису ясиру шубхатун, шубха болды енді. Яғни күмәнді нәрсе болды. Ол анық нәрсеге амал жасаған жоқ, күмәнді нәрсе болғасын, ол күмән әрқашан хүкімді жеңілдетеді. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.